Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз дыбыс үндестігі. Дыбыс үндестігі сөз ішіндегі және екі сөз арасындағы қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне ықпал етуі. Оның екі түрі бар: ілгерінді ықпал, кейінді ықпал. Енді осыларға бөлек-бөлек тоқталып өтейік. Ілгерінді ықпал. Өздеріңіз мына стрелкаға қарап тұрғандай ілгері қарай кетіп тұр. Яғни қатар тұрған екі дыбыстың біріншісінің өзінен кейінгі дыбысқа ықпал етуі. Ілгерінді ықпал сөз ішіндегі және екі сөз арасындағы қатар тұрған екі дыбыс аралығында кездеседі. Біріншісі сөз ішіндегі ілгерінді ықпал, екіншісі екі сөз арасындағы ілгерінді ықпал. Осының ішінде сөз ішіндегі ілгерінді ықпалға тоқтасақ, сөз бен қосымша арасында, яғни сөз бен қосымша арасында ашса, бұл жердегі с деген әріптің ш дыбысымен алмасып ілгерінді ықпал болып тұр. Аш-ша, с-ның ш-ға өзгеруі. Екінші, біріккен сөздер. Сәтбек, бұл жерде сәтпек, сәтбек деп жазылады, сәтпек деп оқылады. Яғни б дыбысының п-ға өзгеруі. Яғни бірінші түбіріндегі емес, екінші қосымшадағы дыбыс ілгері қарай дыбыс өзгеріске ұшырап тұрғандықтан бізде ол ілгерінді ықпал болады. Екі сөз арасындағы ілгерінді ықпалға тоқтасақ, бірінші тіркесті сөздер. Алып, бер. Біз бұны алып бер, яғни бер деген тіркескен сөздегі б п-ға өзгеріп, алып бер тіркескен сөз ортасындағы ілгерінді ықпал. Сөз тіркесіндегі ілгерінді ықпал. Ақбалық. Біз ақбалық, яғни балық деген сөздегі б әріпі п-ға өзгергені, ілгерінді ықпал жасалынып тұр. Қос сөзде құрбы құрдас, құрбы құрдас, яғни құрдас дегендегі қ дыбысы ғ дыбысына өзгеріп тұр. Ілгерінді ықпалдың дыбыстық өзгеріске ұшырайтын әрпі қосымшадан немесе тіркескен сөздің екінші басыңқы сыңарының әрпі өзгеріске ұшырайды екен. Енді кейінді ықпалға тоқталайық. Кейінді ықпалдың суретінде қозғалып тұрған стрелканы қарап тұрсаңыздар, яғни бастапқы түбірдегі дыбыстың өзгеруі екен. Кейінді ықпал қатар тұрған екі дыбыстың екіншісінің өзінің алдыңғы дыбысқа ықпал етіп, өзіне ұқсатуы. Кейінді ықпал сөз ішіндегі және екі сөз арасындағы қатар тұрған екі дыбыс аралығында кездеседі. Яғни біріншісі сөз ішіндегі кейінді ықпал сөз бен қосымша арасында. Мысалы, енбеді түбірі ен, яғни еніп кету. Бұны біз енбеді деп сөйлейміз. Яғни ен дегендегі н дыбысы м-ға өзгеріп тұр. Яғни қатар тұрған екі дыбыстың екіншісінің өзінің алдыңғы дыбысына ықпал етуін кейінді ықпал дейді екенбіз. Біріккен сөздер. Есенгелді. Осы жердегі есен дегенді біз есенгелді, яғни н ң-ға өзгереді. Бастапқы түбіріндегі дыбыс өзгеріске ұшырайтын болса, стрелка кері қайтады. Яғни есенгелді, есенгелді. Екінші сөз арасындағы кейінді ықпал. Яғни тіркесті сөзде сен ғана, н ң-ға өзгеріп тұр. 15 н м-ға өзгеріп тұр. Сөз тіркесі. Мысалы, ақлақ, ағлақ, қ ғ-ға ауысып тұр. Ас салу. Бұл жерде ас салу, з с-ға ауысып тұр. Көз салу, көз салу, з с-ға ауысып тұр. Қос сөздер. Астан кестен,
астан, яғни ны ыңға ауысып тұр екен. Яғни біздегі дыбыс үндестігі ілгерінде кейінді болып бөлінеді екен. Оның қалай бөлінетіні жайлы мен сіздерге толық түсіндіре алдым деген ойдамын. Егер менің каналыма тіркелгіңіз келсе, лайк басып, пікір білдіре отырыңыздар. Сонымен қатар каналға тіркелсеңіздер, әркімге өзіне ыңғайлы ақпараттарды ала алады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.